Қазақстанда қоғамдық бақылау туралы заң әзірленіп жатыр. Құжат мемлекеттік органдардың ашықтығын айшықтауы тиіс. Өйткені 6 жыл бұрын елімізде ақпаратқа қолжетімділік туралы заң қабылданғанымен, оған министрліктер мен әкімдіктегілер аса бағына бермейді. Мәлімет таратуда жайбасарлық немесе немқұрайлық әсіресе Нұр-Сұлтан, Алматы, Жамбыл, Ақтөбе мен Атырау өңірлерінің атқарушы органдарында қалыпты жағдайға айналған. Ал заң талаптарын бұзғандар тамыр таныстықпен жазадан сатылады. Сонымен еліміздегі шенеуніктерді ашық болуға енді қалай үйреткелі жатыр? Гүлбағда Қайратқызы толықтырсын. Елордалық заңгерлер мемлекеттік органдардың қалай жұмыс істейтінін біледі. Мәселен, олар жақында балабақша салмақшы болған Ақмола облысындағы бір кәсіпкердің құқығын қорғапты. Ғимарат салынып біткенде тапсырыс беруші әкімдік құрылыстың ақшасын төлемеген, келісімшартты оңай бұза салыпты. Қорғаушылар бұл жағдайды бағамдамақ болып, Қаржы министрлігінің қазынашылық комитетіне хат жазады. Мемлекеттік орган ақпарат беруден бас тартқан. Любая информация, касающаяся деятельности. Қазынашылық комитеті бізге мемлекеттік органдардың қызметі туралы ақпаратты алуға және сұрауға сенімхатымыз болмағандықтан құқықтарыңыз жоқ деп жауап берді. Бұл сенімхатты ала алмайтыным түсінікті, себебі мен олардың қызметкері емеспін. Ал сұрап отырған ақпарат бюджеттің шығыстары туралы болды. Негізінен ақпаратқа қолжетімділік туралы заңға сүйенсек, біз мемлекеттік немесе қызметтік құпия болмаса мәліметтерді білуге құқылымыз. Сөйтіп сотқа жүгіндік. Ақпаратқа шаруалар да қол жеткізе алмай жүр. Керек мәліметтер мемлекеттік органдардың сайттарында жоқ. Жыл сайын ауыл шаруашылығы саласында субсидиялар бөлінеді. Бірақ аймақтарға қанша тиесілі екені тағы құпия. Мысалы, субсидия деген сөзді ауыл шаруашылығы жерлеріне бай Солтүстік Қазақстан, Түркістан, Ақтөбе облыстарының әкімдіктері білмейді екен. Мұндай ақпаратты жасыру мемлекеттік органдарда жемқорлықтың барын және мәлімет тек өз адамдарына берілетінен хабар етеді. Шенеуніктер белгілі бір ақпараттың ашықтығын қамтамасыз етпейді. Халық тарапынан өтініштер көп түседі. Оның саны жағынан арта түскенін байқамаймыз. 2020 жылдың қорытындысының алдын ала нәтижелеріне сүйенсек, біз барлық мемлекеттік органдар ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жағынан 100%-ға жетеді деп айта алмаймыз. Орташа көрсеткіш бұл шамамен 79-80 балл, яғни шамамен 80%. Яғни мемлекеттік органдардағы ашықтықты тағы бір мемлекеттік органның өзі бақылайды. Сарапшылар проблема осында жатыр дейді. Қолда бар заңда үшінші ойыншы жетпейді. Ол ақпаратты алушы қарапайым азаматтар. Сол себепті де елде бұқараның өзі бақылайтын жаңа заң әзірленіп жатыр. Қоғамдық бақылау туралы заң ол жерде айтылып өткен, біздің азаматтарға, қоғамдық ұйымдарға, мемлекеттік жүзеге асырып жатқан жұмысына тікелей қатыса алады, бақылау жүргізеді, мониторинг жасайды. Сол ретте азаматтар өздерінің толық ақпараттарды сұратып, мемлекеттік органға қандай да бір егерде кемшіліктер анықталған жағдайда, сол бақылау нәтижесі бойынша мемлекеттік органда тиісті ұсыныстар енгізе алады. Бүгінде қазақстандықтар ашық үкімет порталында мемлекеттік құрылымдардың қандай жаңа құжаттар әзірлеп жатқанымен танысып, оны талқылай алады. Өкініштісі, кейде ел азаматтарының жазған талап тілектері ескерілмейді. Елімізде 2015 жылы ақпаратқа қол жеткізу туралы заң қабылданды. Тек былтыр ғана бір рет құжатқа өзгерістер енгізіліпті. Сарапшылар бұл аз деп отыр. Заңды бұзған үшін салынатын 44 мың теңгелік айыппұлдан мемлекеттік органдар қорықпайды. Сондықтан қоғамдық бақылау туралы заң жағдайды түбегейлі өзгертіп, министрліктер мен әкімдіктер халыққа ашықтық танытып, оларға сұралған ақпаратты толыққанды беретініне сенеді. Құжатты ақпарат министрлігі әзірледі. Жақын күндері мәжілістің қарауына түспек. Гүлбағда Қайратқызы, Саят Тастанов, КТК.